Қайырлы күн, мен 9 сынып оқушысы Әбкен Темірлан. Жобаның тақырыбы түтінге стоп, пештен қалағы сүзгі арқылы таза ауа. Жобаның мақсаты пештің мұржасынан шығатын түтіннің құрамын зерттеп, оны атмосфераға және озон қабатына тигізетін әсерін анықтау, түтіннің қоршаған ортаға әсерін азайту жолдарын ұсыну. Жобаның өзектілігі: Аягөз қаласында тұрмыстық пештерден шығатын түтіннің экологиялық әсері қарастырылып, оның атмосфера мен озон қабатына тигізетін ықпалы зерттелді. Сонымен қатар, түтінді азайту үшін сүзгі жүйелерін қолдану және экологиялық таза отын пайдалану жолдары ұсынылды. Зерттеу объектісі: тұрмыстық пештерге арналған сүзгі. Тұрмыстық пештерге арналған сүзгі пештің мұржасынан шығатын түтін құрамындағы зиян газдар мен қатты бөлшектерді күйе, күл, шаң азайтуға арналған құрылғы. Сүзгінің құрылысы: сүзгі 4 бөліктен тұрады: төменгі бөлік, орта бөлік және сүзгі қабаттары. Тазаланған ауа. Зерттеу әдістері: теориялық зерттеу, эксперименттік әдіс, сауалнама және сұхбат жүргізу, практикалық модельдеу. Біз оқушылармен сауалнама жүргіздік. Сүзгінің экологиялық артықшылықтары: ауа ластануын азайтады, қоршаған ортаны қорғау көмектеседі, адам денсаулығына қорғау ықпал етеді, экологиялық тұрақтылықты арттырады. Мен бұл сүзгіні жасау үшін қажетті материалдар дайындадым. Ол металдық тор, корпус, қайшы, дефлектор, көмір, мақта. Корпусты мен труба алдым. Ол трубаға 1-ші қабат металл тор, 2-ші қабат мақта, 3-ші қабат көмір, 4-ші қабат металл тор. Ал төбесін дефлектор. Дефлектор жаңбыр ылғалдығынан қорғайды. Сүзгін құрастыру үшін қажетті техникалық жабдықтар: датчиктің өзі, қуат көзі, микроконтроллер, дыбыстық және жарық сигнал құрылғысы. Қосылу схемасы: қуат көзі, датчик, микроконтроллер, дыбыстық және жарық сигнал береді. Сүзгін программалау: датчиктер микроконтроллерге қостым, бағдарламаны жаздым, шекті мән орнаттым, нәтижені телефон немесе басқа да құрылғыларда көруге болады. Сүзгін экологиялық тигізер пайдасы: ауа сапасын жақсартады, қоршаған ортаны ластануын азайтады, экологиялық қауіпсіздікті арттырады. Сүзгін пайдасы: мысалы, егер бір үйде қыс мезгілінде 100% күйе бөлшектері шықса, фильтр қолданылған жағдайда оның мөлшері шамамен 40-50%-ға дейін төмендейді, ал ауаның ластануын азайтып, қоршаған ортаның жағдайын жақсартуға көмектеседі. Қорытындылай келе, жүргізген зерттеу барысында тұрмыстық пештердің мұржасынан шығатын түтін қоршаған ортаға белгілі бір деңгей зиян келтіретіні анықталды. Сүзгі түтін құрамындағы қатты бөлшектерді ұстап қалып, атмосфераға таралып, зиянды заттардың мөлшерін азайтуға көмектеседі. Ұсыныстар: сүзгілерді міндетті түрде қаламызда ұсынуымыз қажет. Датчиктерді бақылау жүйесін енгізуіміз қажет. Сүзгілерді уақытылы тазалау және ауыстыру керек. Халыққа экологиялық ағарту жүргізу, тұрғындарға тұрмыстық пештердің түтініне қоршаған ортаның келетін зиян мен сүзгілерді қолданудың пайдасын насихаттау, зерттеу мен мониторингті жалғастыру. Назарларыңызға рахмет.